Осы Рамазан айының соңғы аптасы қалды. Қадір түні, пайғамбарымыз айтқандай, кімде-кім қадір түні сабыр мен иманмен қарсы алып алатын болса, ол кісінің бүкіл күнәсі кешіріліпті деген сөз бар екен. Қадір түні арнайы бір құлшылықтар анық бір қатты белгіленбеген, әйтсе де шамаңыз келгенше намазбен, Құран тыңдап, пайғамбарымыздың тарихын оқып, көп зікірлер, көп дұғалар, салауаттар айтып, бір жақсы, қайырлы отырыс қылуға әрекет жасаңыз. Тіпті кейбір ғалымдарымыз одан да кеңейтіп, кімде-кім осы түнді құлшылық ғибадатпен, жақсы амалмен қарсы алып алатын болса, әлбетте ол кісі 1000 айдан артық ғибадат қылғандығы үшін және бүкіл күнәсінен арылғандығы үшін, анасынан жаңа туылғандай болғандығы үшін тағдыры жаңадан жазылады деген сөздерді айтады. Қадір түнін қай қырынан алсақ та, адам баласына берілген ерекше түн екендігін айта аламыз. Десек те қасиетті Қадір түнінің мынандай 3 қасиетін айтуға болады. Біріншіден, Қадір түні 1000 айдан да қайырлы. 1000 ай дегеніміз орта есеппен 83 жыл. Екіншіден, Қадір түні жер бетін періштелер қаптайтын түн. Қасиетті Қадір түнінде періштелердің Алланың рұқсатымен келуі, адам баласына сәлем беріп, ол түнде кім немен айналысып отыр, оған куә болу үшін және пенденің құлшылығына, тілеген тілегіне болысу үшін түседі. Үшіншіден, Қадір түні адам баласының тағдыры айқындалатын түн. Ғалымдарымыз қасиетті Қадір түнін тағдыр түні деп те айтқан. Өйткені ол түні пенденің тағдыры айқындалады. Қадір түні, бұның аты осылай. Яғни өлшеу деген мағынаны білдіреді екен бұл сөз. Қадір түнін көп халайық қыдыр деп, түні деп ойлайды. Бұл қате пікір. Бұл түні Қыдыр алейхиссалам келмейді. Кейбіреулер оны енді бейне орыстың Аяз атасына ұқсатып қояды. Сол күні қолында аса таяғы бар, келіп батасын береді, түнде келеді екен 12-де деп, енді дәл сол орыстың баяғыда үйреткен тәлімін айтып жүреді. Халайық бұны енді бұндай әңгімені білімді, білікті, мектеп көрген адамдардан сұрамай айтудың өзі ағаттық болады. Хидр деген Құрани Кәрімде есімі айтылмаса да хикаясы келген Алланың пенделерінің бірі.